Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Еркош. Бүгінгі видеода Бомж өмірінің 15-ші бөлімін түсіретін боламын. Алдыңғы бөлімде өте көптеген просмотр жинап тастапсыңдар. От души бізде уже 900 подписчик бар, скоро 1000 подписчикке жетеміз, содан кейін уже стрим жасайтын боламын. Егер де менімен бірге ойнағыларың келсе, сендерді Калининград серверіне шақырамын. Регистрация кезінде Еркошхан деп менің нигімді тіркеп, ойынға кіргеннен кейін слэш промо деп жазып, менің ера деген промокодымды жазатын болсаңдар, сендерге үлкен бонустар береді. Короче, достар, мен крик скинін алатын боламын. Менің авамнан көріп тұрған шығарсыңдар, авам өзгерді. Енді крик скинін мен өзіме официально скин қылып алатын боламын. Не дюб, не багрный. Короче, мне 3 800 000 алып жатырмын. Апарзан бағада. Ну, короче, удачно алып жатыр. Мне 3 800 000 қоямыз. Не 3 800 000 крик скинімне. Тема скин ғой, ё-майо. Баяғыдан бері іздеп жүрген едім. Тема удачно сатып алдық. Мінекей болды достар, енді мені осы скинмен көретін боласыңдар. Міне как киіп аламыз. Одежда 175. Дұрыс, міне не дюб қой, короче. Міне осы скинді киіп алайық. Опа-на, все, міне әдемі. Жеге қазір, короче, вышкаға баратын боламыз. 3 бала болып геликке отырып алдық. Так, вышкаға барамыз, по приколу видео түсіріп жатыр, менді көреміз, қазір вышканы ұстай аламыз ба. Вышкаға да келіп жеттік достар, міне. Төбесінде 2 адам тұр екен, давайте оны екеуін өлтіріп тастайық, біз үшеуміз ғой. Давайте кеттік. Мынау геликтен түсе алмай қалды, сондықтан мынаны геликті выгрузить етіп тастадым. Все, мынаны өлтіріп тастайық, давай кеттік. Ей, ё-майо, оғын тимеді ма? Атамыз достар, мен стрелок емеспін, если сразу айтып қояйын. Ну, нормально атсық қоям бірақ. Опа-на, атамыз. Ё-майо, қашып жүр ғой мынау дейтін. Кигізбей. Артында ана бір адам атып жатыр тағы да. Дастан, не істеп жүрсің? Ё-майо, просто жүргеннес. Атеш құрсын. Сразу немді фам складымды бронемді алып аламыз. Сразу қазір дайындап қойдым. Мына екеуін өлтірді. Опа-на, біреу минус. Енді екіншісін атамыз. Бұл да өледі походу. Все, минус, хорош. Болды достар. Пока что 1 минут қалды уже. Вышка наш болу қажет қазір. Ё-майо, 3 адам келатыр бізде. Атып атыр достар. Походу өлет шығармыз. Мынау MP5 пен атып атырым тимей атыр. Понимаю, достар, ё-майо, не повезло. Достар, короче, талпа болып барамыз деп шештік. Міне строй жасап қойдым. Енді қазір тағы да вышка болатын болады, соған барамыз. Вышкаға келдік достар. Мына жақта 4 адам ба, 3 адам ба жүр екен. Басқа фаманың адамдары. Давайте өлтіріп тастаймыз достар. Біздің фамада балдар қайда? Тез атамыз. Өлтіреміз. Жабылып жатыр маған. Ё-майо. Сразу мына тығылып фам склад деп жазып бронемді алып алу керек тез. Арттан атып кетпеу керек. Так, фам склад жазамыз тез бро. Үлгере алмай қалдым достар. Балдар болып міне завод Пусаеваға да келдік. Енді по приколу көріп жатырық бұны тоже. Енді ұстай аламыз да, ішіміз пысып кетті. Атсамыз деп шештік. Міне ГБД да мына 2 адамды өлтіріп тастайық, арттан кресовать етіп. Все, біреу минус. Мынаны өлтіреміз. Все, 2 минус достар. Пока что лидер біз. Мына 2 адам бар екен. Оларда мынау. Ё-майо, қашып бара жатыр мынау походу. Все, қашып кетті. Не надо до конца қумай-ақ қояйық. Енді қазір мен өзім бронямда киіп алайық. Все, киіп алдым. Енді қазір... Мына жақта 2 адам жүр екен ғой. Өлтіріп тастайық достар сразу. Мына жақындап тұрған ес. Өлтіреміз достар. Мен стрелок емеспін, есечі. Міне өлтіреміз. Атамыз. Қашып бара жатыр. Мен броня алу керек тез маған. Броня алайын тез осылай тығылып. Броня алып алдым. Короче, достар, вообще түсінбей қалдым. Бак болып кетті, ё-майо. Біз лидеріміз, міне қараңдаршы. Бізде 180 очко бар, лидер болып тұрмыз. Қазір 10 секундтан кейін біз ұтуымыз керек бұл завод Пусаеваны. Бірақ қазір қарап тұрыңдар. Міне, мен тығылып тұрмын, әдейі өлтіріп кетпеу үшін. Міне, пока что лидер біз болып тұрғаннан кейін. Так, біз малдар өліп жатыр. Лидер әлі біз. Қазір қараңдар достар, басқа фам алып кетеді. Чоза қараңдаршы, ескі бар, Динасия деген алып кетті 272 очкомен. Вообще түсінбей қалдым ма? Достар, семьяға Range Rover көлігін алайын деп жатырмын. Қызыл түсті страбой бар. Мына жақта прошивка спорт, 5000 пробега, ничего страшного. Бұны мен 7 750 000 алып жатырмын, көріп тұрсыңдар. Ё-майо, удачно алып кеттік достар. Тема жүріп қояды, еще Nitro Onyx бар. Достар, семьяда, короче, крузак көлігі бар еді, оны ешкім айдамайды. Спорт прошивкасы болса да жай жүреді екен, ешкім айдамағаннан кейін. Оны мына Subaru, Black Pass'тағы Subaru бар емес пе?
соған обмен жасап жатырмын. Спорт парковкасы бар екен, ол да оплата 4 миллион 500 мың берді.